Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Меруерт. Бүгін ерекше тағам дайындайтын боламыз. Саңырау құлақтан ерекше соуспен. Ал сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Бізге қажетті құралдар: құс еті, саңырау құлақ, пияз, 2 тісте чеснок, қаймағымыз. Енді құс етімізді ұсақтап турап алатын боламыз. Қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Орташа көлемде. Түскі асқа, кешкі асқа дайындап берсеңіздер болады. Дәмі енді ерекше. Аузыңыздан кетпейтін болады дәмі. Мына саңырау құлақтарымыздың қабығын аршып, орташа көлемде турап алатын боламыз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Жаңа оқырман болсаңыз, маған міндетті түрде тіркеліп, өз ойыңызды қалдырыңыз. Мен де күнде рецепт салып тұратын боламын. Егер менің рецепттерім өз пайдаларыңызға жараса, менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Пиязымызды да ұсақтап турап алатын боламыз. Табамызды отқа қойып, үстіне сұйық май салатын боламыз. Табамыз қызғаннан кейін құс етімізді салып қызарғанша әлсін-әлсін астын қозғап тұруымыз қажет. Тез пісетін тағамдардың бірі, құрамы қолжетімді, бір жасағаннан тез шыға қоятын тағам. Мына құс етіміздің сөлі бөлініп, тартылғанша қуыратын боламыз. Мына әдемі қуырылды. Үстіне турап қойған пиязымыздан салып, тағы да бір 2-3 минуттай қуырамыз. Саңырау құлағымызды салып жатырмыз. Жақсылап 2-3 минуттай қуырылады. Оттың астын әлсін-әлсін қозғап тұрыңыз, күйіп кетпесін. Баяу отқа қоямыз. Чесногымызды салып жатырмыз. Үстіне қаймағымызды құямыз. Үстіне аз ғана бір 100-150 граммдай су құйсаңыздар болады. Соның сөліне қайнап пісетін болады. Міндетті түрде астын баяу отқа қойыңыз. Енді үстіне тұзымызды, бұрышымызды салатын боламыз. Осы кезде күрішімізді 2-3 қайтара суға жуып, тазартып алатын боламыз.
Табамызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды салып, күрішімізді қуырамыз 2-3 минуттай. Менің күріш пісіру тәсілім осылай, әркім әртүрлі пісіреді, сондықтан сіздер де сөкпеңіздер. Маған осылай пісірген ыңғайлы. Үстіне 300 граммдай көз мөлшерімен солай құйдым. Егер сіздер өлшеп қойсаңыздар да болады. Бір қайнағанға дейін отын жоғарғы қойып, бір қайнағаннан кейін баяулатып қойып, бетін жауып қайнатамын. Күрішіміз әдемі болып пісіп шығатын болады. Міне, менің тағамым дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, маған тіркеліп, лайк басып, қолдаңыздар. Ас болсын.